Армысыздар, қымбатты YouTube көрермендері, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер де менің жасап жатқан дүниелерім сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Абайдың 11-ші сөзі. Осы елдің үнемі қылып жүргені немене? Екі нәрсе. Әуелі ұрлық, ұры ұрлықпен мал табам деп жүр. Мал иесі артылтып алып тағы да байымын деп жүр. Ұлықтар алып беремін деп даугерді жеп, құтқарамын деп ұрыны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлық айтып мал алам деп, ұрыға атымды сатып пайдаланам деп, не өткізбесін арзанға түсіріп аламын деп жүр. Екінші, бұзақылар біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең кеп боласың, бүйтсең кек аласың, мықты атанасың деп, ауқаттыларды азғырғалы әлек болып жүр. Кім асса, мен соған керек боламын деп, бір жерін қыздырып алып, өзін бір ғана азық қылайын деп жүр. Ұлықтар пәлі бұл табылған ақыл деп, мен сені бүйтіп сүйемін деп, ананы жеп, мен сені бүйтіп сүйемін деп, мынаны жеп жүр. Қара халық, менің сонша үйім бар, сонша ауыл аймағыммен сойылыңды соғайын, дауыңды айтайын деп, қай көп бергенге партиялас боламын деп, Құдайға жазып, жатпай тұрмай салып жүріп, басын, ауылын, қатын, баласын сатып жүр. Осы бір ұры, бұзақы жоғалса, жұртқа ой да түсер еді, шаруа да қылар еді, бай барын бағып, кедей шоқын істеп, ел секілденіп талапқа, тілеуге кірісер еді. Енді жұрттың бәрі осы екі бүлік іске ортақ. Мұны кім түсейді? Анттың, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткені ме? Ұрыны тыю да оңай болар еді. Бірақ осы екі бұзақының тіліне еретұғын, азатұғын байларды кім тияды?